хан сарайлары мен лашықтар бірнеше көше айырмашылығында орналасқан елді елестетіп көрдіңіз бе? Миллиардерлер алтынмен апталған ғимараттар салғанымен, миллиондаған халық таза суға зәру елді ше. Ғарышқа зымырандар ұшырылып жатқанымен, балалардың ашық аспан астында оқуға мәжбүр етілетін ел бар десек сенер ме едіңіз? Бұл Үндістан мемлекеті. Таңғажайып қарама қайшылықтардың мекені. Бұл ел әрі технологиялық держава, әрі рухани пана. Бұл әлемдегі ең үлкен демократия, бірақ ішкі қақтығыстарсыз емес. Діни үндестік пен қақтығыстар бір қоғамда қатар өмір сүріп жатыр. Ол Қытай мен Пәкістан секілді алпауыт көршілерімен күрделі шекара бөліседі. Бір ғана көшеде сіз қасиетті сиырды, люкс көлікті және қайыр тілеп тұрған баланы қатар көре аласыз. Дегенмен осы хаостың ішінде ерекше сиқыр бар. Мыңдаған жылдық мәдениеті түр түске, музыкаға, рухқа толы. Бұл жай ғана ел емес, бұл сіз білетін шындықты өзгертетін саяхат.